Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің тез және оңай жасалатын кекстің рецептімен бөлісемін. Мен бірге болыңыздар. Алдымен 3 жұмыртқамызға қантымызды салып, миксермен миксерлеп шығамыз. Содан соң ерітілген сары майымызды құямыз. Бұның үстіне сүтімізді құямыз. 1 шай қасық содамызды саламыз. Ұнымызды илеу үшін өткізіп, миксерлеп шығамыз. Енді осы массамызға краситель қосып араластырамыз. Бірақ өздеріңіз білесіздер, қосқыларыңыз келсе қосасыздар, қосқыларыңыз келмесе өз еркіндеріңіз. Мен бірақ қостым. Енді осы формочкаларымызға 2 ас қасық салып шығамыз. Енді духовкаға 180 градуста 20-25 минутқа жібереміз. Маған тіркеліп, лайк және комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.